Жөбесін деп жүректерін жыр төгем. Перзент білсін анаға қол сілтеген. Жеттім жайын, жесір жайын толғаған. Бүгінде жоқ, күнде жиын күл төбең. Адамды Алла нар мақсатпен жіберген. Мақсатыңды танып сезіп білер ме? Ата-анадан биік қойған бар малын, қуыс кеуде топан бас көп білемен. Сенім еді табылар деп басынан, сенген қойы тентек болды жасынан. Ғибрат алып ойға қалып байқап көр, оқиғаны баяндайын басынан. Бала еді терең ойлап көрмеген, ойын ойнап қызық қуып терлеген. Мектептегі сабақ тәртіптің жақсы, сондықтан да жоқ кедергі көлденең. Уайым бар еді, болмай оған көп амалдың көмегі. Мазалайды ойын ылғи бөледі, қысылатын жас қанаты сұрауға. Анасының бір көзі жоқ себебі. Сол мектепте аспазшы еді анасы, ұлына еді дәмді тәтті барасы. Ақша тауып асты үстіне түсетін, қарын ашпасын киінсін деп баласы. Ал баласы асханаға кірмейтін, анасымен көшеде бір жүрмейтін. Ас беретін соқыр әйел анасы екендігін достары да білмейтін. Әрбір тәулік ашып жаңа барағын, бұл да басты сақтықпен әр қадамын. Кім біледі ғұмырын бұл жұмбақтың, қанша уақыт жұмбақ болып қаларың. Құпияны ашпаса кім біледі, байғұс ана мейірімді еді жүрегі. Баласының талабы мен талантын білейін деп сабағына кіреді. Жаутаңдатып жалғыз ғана жанарың, рұқсат па, амансың ба қарағым. Білейін деп келіп едім сабағын, анасы едім мына отырған баланың. Келген кезде балалар ғой ешкімді ренжітпеген, елемеген еш мұңды. Анасының бір көзі жоқ сұмдық, ай деген сұмдық. Суық мысқыл естілді, баласының кетті түсіп қабағы. Анасына айуан көзбен қарады, ыза буып сал есікті сарт тұрып, шығып кетті бетке ұстап даланы. Келді үйіне уақыт асқан ақшамнан, назын айты назалыңмен басталған. Анасы жүрбәйік болып ас әкеп, баласының қамын ойлап аш қалған. Деді ұлы, ана неге келесің? Іздеп келсең бар ойымды бөлесің. Мені іздеп келмеші енді мына жұрт, анасының көзі соқыр демесін. Мені алам сыртамаған жолама, сөздеріме көңілің рас толама. Неге соқыр қайда сенің бір көзің, айтшы анашың сырын білсен болама. Жыладан еңіреді егілді, үйренген ғой келген мұңға көнуді. Шын жылады соқыр көзден жас шыққы, көп кіркегінде бар құпия көмулі. Кешір қалқам ой десең сол болады, айтқам сөзің ақылыма қонады. Сені елтқан саған еткем қаттемнің, бүгін мынау ең соңғысы болады. Дәл солай болды сол жер соңғысы, екінші рет бармады онда ол кісі. Сыртынан ақ тілеуінді тілейін, осы болар істердің ең оңдысы. Баласының тілек оты қалаған, жеке жүрсе бақыты өзін санаған. Деп ой түйді құттылар ем шешемнен, оқу бітсем келмей қойсам қалада. Солай жүріп бітірді оқу балада, бұрынғыдан бетер суық анаға. Білім алып қайтам деп жиналып тартып кетті шетел асты қалаға. Айтқан аяқ қол анасын ұмытты, шамыстатты мамам болды білікті. Әйел алды, бала сүйді анасын, есін алмай ойсыз қамсыз жүріпті. Сезімдерді сілкіп жауын жауып тұр, жігіт түйі сән салтанат дамып тұр. Қолақ салды әйелі де, өзі де есіктерін белу келіп қағып тұр. Кім болды деп есік қаққан жаңағы, бәрі бірге есікті ашып қарады. Әйелі де баласы да қорықты, іздеп тепті соқыр ана баяғы. Жігіт жеке жақты дағы далаға, жақындады жалғыз көзді анаға. Әйелімен қаламды сен қорқыттың, неге келдің, не бар мынау қалада?